Сәлем барлығына, сіздердің бірге мен Абдин. Қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Мына сіздердің маған жазып жатқан хаттарыңызды, барлық нәрселерді оқып жатырмын. Сонда адамдар сұрақ қояды. Абди, пәленше деген нәрсе қалай болады, қашан ашылады? Көбінесе Америкаға, Канадаға жұмысқа бару, оқу, сол тақырыптар бойынша. Мен оқимын, әрине көпшілік сообщенияларда. Егер сіздерге оқылды деп галочка келіп жатса, мен оны оқығанмын толық, бірақ кейде жазамаймын, себебі мен өзімде жұмыстарым бар. Соны бүкіл нәрсені саралай келе, осы 3-4 күнде болып қалды, идея келді. Мынау уақыт, әрбір нәрсенің өзінің уақыты болады, келеді. Любой нәрсенің өзінің бір дәуір бітеді. Қына Қазақстанда жақсы даму керек. YouTube жақсы даму керек, YouTube көп адамдарды оқыту керек, үйрету керек. YouTube адамдарға білім беру арқылы алданбауға, адам өзінің потенциалдарын пайдалануды үйрететін бір платформаға айналу керек. А не так, чтобы сіз өзіңіздің услугаларыңызды пихать ете беру деген секілді. Сол секілді мен шештім. Просто егер мен маған жазып жатқан адамдарға жеткілікті түрде информация бере алмасам, жеткілікті түрде оларға көмектесе алмасам, менің міндетім үйрету. Сол секілді үйретемін. Алдағы видеолардың барлығында адам бастап яға дейін турвизаны, мысалы студенческий визаны Америкаға қалай жасау керек, қалай істеу керек, неден бастау керек, қалай анкетаны толтыру керек, анкетаның әр пунктті ақтара отырып, сіздерге өзімнің білімдерімді айтамын, қалай толтыру керек, бұл пункт нені білдіреді, бұған қатысты қандай құжаттар жинау керек. Дәл сол секілді студенческий визаға қатысты. Енді сіздерге Инстаграмда реклама келеді, сіздер оны көресіздер, күніге рекламада айтады, work and study, Америкаға оқуға бару, жұмыс істеу, $10,000 зарплата дейді. Сосын сіздер ол компанияларды көресіздер, әдемі видеоролик, американецтермен сөйлескен, успехтар жайлы айтады, сөйтеді, сіздер оларға хабарласасыздар, мен де Америкаға барғым келіп жатыр деп. Әрине, өзім секілді кезіндегі олар сразу айтады. Но біз сізбен айналыса алмаймыз, өкінішке орай. Барлық адамдармен алдыменен сізге сұрақтар қояйық, ары бері өтірік сұрақтар қояды, потом сіздерге айтады, ну, давайте біз сізге студенческий виза жасайық. Студенческий виза $2,500, бірақ қазір бізде скидка болып жатыр, егер бірге жұмыс жасайтын болсақ, $500, $1,600 деген секілді. Сонда услугаларын пихать етеді. Сол, мен сіздерге ол нәрсенің бәрін тегін үйретемін. Тегін істеу керек, қалай пригласительный алдыру керек. Менде 90 шақты оқу орындар бар, сонымен қатар одан да көп список қосамын, списоктармен бөлісемін. Қалай оқу орындардан сіздер пригласительный алдыру керек, қалай потом пригласительный алдырғаннан кейін интервьюға жазылу керек, қалай консульский сбор төлеу керек, қалай интервьюға жазылу керек, интервьюға дайындалу туралы видеолар мынадан жетеді. Сол. Енді бұл машина айдауды үйрету YouTube-та. Машинаны мүлдем айдай алмайтындар бар, яғни компьютерді қолдана алмайды, білмейді, түсінбейді. Онда адамдарға әрине енді көмек қажет болатын болса, көмек көрсетемін. Ол үшін әрине консультация тек қана. Сонымен қатар көпшілігі оформить еткісі келеді, бәрін үйренді, қалай істеуге болады. Бірақ сәл бағыт-бағдар беру керек, сол секілді мен тек қана консультациямен айналысам. И все. Платная консультация. Мен қазір айтып жатырмын, ол $50 деп. Пусть $50 төлеңіздер, и мен сіздерге бір сағат бойы бүкіл нәрсенің барлығын айтып беремін. Керек емес пе, пожалуйста, интернетті оқып, басқа адамдармен сөйлесіп, сондай нәрсені де сіздер қолға аласыздар. Жайлап видеороликтерден бастаймын, қалай толтыру керек, потом прямой эфирларды көрсетемін, жақсы успешный кейстарды көрсетемін. Әрине адамдардың фамилия жөнін қоспаймын ол жерге. Личный безопасность суреттерін көрсетпеймін, ондай, грубо говоря, барлығын көрсетіп отырам. Пайдаланыңыздар, бұндай білімді пайдаланыңыздар.
мен ойымша біздің Қазақстанда қазақ тілі даму үшін қазақша білім, ғылым, әрбір сала бойынша, ол ауыл шаруашылығы, ол машиностроение, не знаю, любой сауда саттық бүкіл нәрсе, ол барлық жерде осы YouTube арқылы, интернет арқылы біз бөлісіп отыруымыз керек. Мысалы, орыстың немесе американдықтардың YouTube каналдарына кіретін болсаң, қазір просто сіз жазып көріңіз, балықты қалай өсіруге болады, қалай малды көбейтуге болады, немесе қалай күн электростанциясын, жел электростанциясын қолдан істеуге болады. Бүкіл видео просто миллион жетіп жатыр. Қазақ тілінде жаз, жел электростанциясын қалай қолдан жасауға болады. Сіз бірде-бір видео не істейсіз, таппайсыз. Вот. Сол секілді бұл мен өзім салам бойынша, егерде осындай бір нәрсе түсіріп салып отыратын болсам, бір жақсы видеолармен, ойларменен бөлістім деген сөз. Сіздерден не керек? Ол қошемет көрсетіп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп, чтоб бүкіл адам тегін өздері істеп алатындай. Мен енді немен айналысамын? Көбінесе бұл евротур болады. Тур барысында адамдарға турға алып барып, әкеліп, оларға көрсетіп, әлемнің жерлерін влогтар түсіріп, тур барысында успех жайлы өзімнің Америка туралы, бүкіл нәрселер туралы айтып, қалай кетуге болады, қандай кейс жасау керек, әрбір адамға осындай бағыт-бағдар беремін, көрсетемін. Содан кейін оқу орындардың особо өзінің түрлері бар. Сондай көмектер қажет болып отырса, ол жөнінен де көмектесіп отырамын. Бұл такой бір хобби болады. Жұмысым YouTube арқылы, потому что YouTube'ті 3 жыл болды создавать еткеніме, қаншама видеороликтер түсірдім. Просто қазір бәрін қоя салып, и все. Өзімнің Amazon жұмысыма айналысып кетіп, ақшан соңынан қуып кетіп, темам бәрі қалу. Мен ойымша ол дұрыс емес. Ары қарай бөлісу керек. Солай, әр нәрсенің өзінің уақыты келеді ғой жайлап. Сол секілді бүкіл нәрсені сіздер енді тегін үйрене аласыздар. Сол көмек қажет болса, ол көрсетпеймін деген емес, көрсетем, әрине. Солай. Теперь енді қазіргі жағдай қалай болып жатыр Америка жайында. Сентябрь айындағы тур визаға жазылған адамдардың барлық собеседование отменять етілді. Тек қана студенттік визаға жазылғандар отменять етілмеді. Мен ойымша ол деген сөз. Студенттік визаға тапсырған адамдар интервьюға кіреді. Сол секілді енді жақсы жаңалықтарды сентябрь айынан бастап күтеміз. Сол. Все, басқа не айтам? Сұрақтарыңыз бар болса жазылыңыздар. Жеке консультацияға да жазылсаңыздар болады. Қазақстандық номерді көрсеттім. Сол жерге просто тіркеліп жазылыңыздар. Барлықтарыңызға сау саламат болыңыздар. Сіздермен бірге болған Сайлау Абди. Келесі видеоларда көріскенше сау саламатты болыңыздар.